Ұры күндіз движение шықпай қалғанда базардан. Сол кешкісін мешітке кірген ғой, жәшікті ұрлайын. Қазір білмеймін, бәрі жәшікпен арпалысып не отқан білмеймін. Мешіттің жәшігін ұрлайын деп кірген екен да. Сөйтсе дәл соның кіруі мына жақта патшаның уәзірлер жұмсауымен сәйкес келіп қалған екен да. Сөйтсе бір сол елдің патшасы болған дейді, жалғыз түйір қызы бар екен. Қанша әйелі болса да тумайды дейді, ер тумайды дейді да. Енді патша өліп қалса қыз билікке жарамай ма? Жарай ма? Жарамайды ғой. Қазір ол жарап атқаны. Сонымен не керек? Ана уәзірлерін айтады ғой, егер жақсы күйеу бала тапсаңдар, тақуа тахажжуд оқитын, аманатқа қиянат жасамайтын. Сондай бір күйеу бала тапсаңдар, көтерілесіңдер дейді ғой. Ана уәзірлер әскерді ертіп алып қаланы целый аралайды. Түннің ішінде тахажжуд, қала полный ұйқыда дейді. Сөйтсе жаңағы вор бар ұры. Свечаны алып алып, мешіттің терезесінен түсіп, жәшікті іздеп жүрген ғой. Мешітке келмегенде жәшіктің қақта тұратын қақтам деді ғой. Вообще садақа салып көрмеген ғой мешіттің жәшігін. Сөйтсе бұлар жанған шамды көріп қалады ғой жаңағы уәзірлер солдаттармен. Ойбай-ай, біреу бар екен дейді ғой. Кеттік мешітке деп. Салдыр-гүлдір мешіттен кіріп келе жатса, ана бала көреді да мыналарды. Ойбай, біттім дейді, ұсталдым дейді. Бұл ойлайды, әскерге атқанға мені ұстауға кеттім. Әскер вообще басқа шаруамен жүр бұл. Жүгіріп ана михраб бар ғой мынадай, имамның тұратын жер. Сол жерге барады да свечаны даңқ еткізіп қояды да Аллаху акбар деп тұра қалады. Намазда тұр анау. Бұлар кіріп келсе уже анау намазда тұр ғой. Ойбай, күтейік дейді, мынау деген бір кезде анау деген ыңырсыды дейді ғой жаңағы. Аяғы талған екен ғой сөйтсе. Тұрған, бір сағат тұрған, бір жарым сағат ыңырсы. Бір кезде болмады дейді, жылады дейді жаңағы. Біттім деген ғой жылаған. Мына уәзірлер әскерлерге қарап, бәрі жылайды дейді. Алла, Алла, таптық-ау, таптық-ау. В общем, мешіт ағылда тегіл, короче, мынаң тақуалығына мыналар жылап тұр. Анау аяғым талды деп ол өз жылап тұр. Әркім өзінің кайфымен жылап атыр осы. Сонымен не керек? Болды дейді оқырсын. О бейшара Фатиханы да білмейтін біреу ғой. Мыналар ойлап тұр. Не деген ұзақ сүре оқып жатыр мынау деп. Не деген ұзақ. Болды дейді құрсын. Не болса құрсын, ол болсын дейді. Ат-тахиятқа отырады. Сенің мешітке келген алғашқы досың деген сияқты. Құдай сақтап қалғанда бірінші сол жағына бермеген екен да сәлемші. Оң жағына берген екен. Бір-екі рет жұмаға қатысқан болып тұр ғой. Сәлем беріп, ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла десе, ана уәзір құшақтап алған дейді балам. Бауырым, тақуалығыңа тәнті болдық деп айтады дейді. Тек бойдақпын деп айтшы деп айтады дейді. Ысқын-пысқыныңа қарамаймыз, бойдақпын деп айтшы. Мынау түсінбейді, не болмады? Бойдақпын деп айтты дейді жаңа. Болды, кеттік жүрді. Қалған жолда түсіндіре беремін. Патшаның сарайына барғанша бүкіннен айтып барады ғой. О үшін патшаның қызы бар. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Сонымен күйеу бала таба алмай жатыр патша. Тахажжуд оқитын адам тапты деді ғой, тап деп айтты. Сен таптық дейді ғой ақырында. О үшін патша берген нәрседен отказ берме. Біз де көтерілейік, сен де жағдайын жасап ал дейді ғой үшін. Патшаның сарайына алып барады, патшаға бәрін баяндайды. Патша риза болады ғой. Ақыры Аллаға мыңда бір шүкір күйеу бала таптық ау дейді ғой. Сонымен күйеу баланы кіргізеді, ішке күйеу баламен сөйлеседі, не қылады? Сонымен қызды көресің ба десе, көрейік деп айтады дейді жігіт. Ұнай ма, ұнамай ма деп тұр ғой енді. Ұнамаса басқа варианттар көп деген сияқты. Любойын тахажжудпен не қылып аламын деп тұр ғой жағы. Сонымен бір кезде қызды шығарды дейді ғой. Ой, қыздың бет аузынан бастап Мерекей, Арифлейм. Не бар тағы? Қазір не бар өзі? Мен білмеймін, баяғыда сондай еді Мерекей, Арифлейм. Қазір, Эйвен жағы. Сондайлардың бәрін жағы болған. Нутелла? Нутелла деген шоколад емес ба? Шоколад жақпай шыға құрсын. Жа пудра-мудраны айтып атқам ғой. Точно білмеймін қандай компаниядан алған о қыздың. В общем, шықты ғой жаңа қыз, не керек? Мынау қарайды да көзін ала алмай қалады ана қыздан. Патшаның қызы ғой енді, анау-мынау болмайды. Сонымен ойын қалай десе, жаңа патша қарап тұрып, болады деп айтады дейді қыз. Алам деп айтады. Қыз да сенікі
егер маған бірдеңе болса патшалық та сенікі деп айтты дейді. Кел некеңді қиямыз деп айтты дейді. Сол кезде жаңа жігіт артқа қарап жылады дейді ғой. Өксіп жылады дейді. Мынау өзі ырза болып тұр патша. Мына Құдайдың берген нығметіне жылап жатыр деп ойлап тұр ғой тақуа. Сөйтсе жап ана вор вообще басқа нәрсеге жылап тұр дейді. Би деп айтады дейді: "Ей Алла, өтірік намаз оққан кезде мынадай нәрселерді беріп жатсың" деп айтады дейді. Шынымен оқитын болсам, былай нәрсе береді екенсің ғой деп айтады.